шақырмады. Жаралыс басы не? Қозғалыс. Бұны қазақ айтады. Ежелгі гректер не дейді? Движение – это жизнь. Яғни не? Олар осыны айтып отыр. Біздің қазақ бұны одан көрін айтып қойған. Қозғалыс ол не? Өмір. Қозғалыс тоқтағанда өмір тоқтайды. Енді шақырым белгілі. Жаралыс басы қозғалыс. Қозғауға керек қолғабыс. Қолғабыс деген не? Көмекші. Қолғабыс. Жаралыс басы қозғалыс, қозғауға керек қолғабыс. Жан демейін. Жан. Үлкен жан, мейлі. Не мән де. Сол қуатпен болғаныз. Міне, осы жұмақта бәрін айтып отыр. Жаралыс басы қозғалыс, қозғауға керек қолғабыс. Жан демейін. Bir мәнде сол қуатпен болғаныз. Сонда біздің қазіргі энергия деп жүргеніміздің қазақша аты қалай екен? Қуат жігіттер. Семейде, осы басқа өңірде айтып, балалар қуатым деп жүрген. Айта ма? Қуатым дейді. Абай өзінің 38-ші қатысуы не деп бастайды? Ей, жүрегімнің қуаты перзентілер деп бастайды. Сонда не? Бала адамға энергия береді ғой. Қуат береді, да? Сонда қараңыздар, қуат. Міне, дағы айтып айтамыз. Бұны қайта түсіндіріп алыңыздар. Жаралыс басы қозғалыс. Қозғауға керек қолғабыс. Жан демейлің бір мәнде сол қуатпен болғаныз. Әлемді сол жаратқан. Міне. Сонда әлемнің жаратысында не жатыр? Энергия жатыр, қуат жатыр. Бұны бір деп қойыңыздар. Сонда біз қазір сол қуатпен танысамыз. Яғни біздің қазір көп адамдар дейді, менде қуат жоқ. Энергия жоқ көп адамдар. Источник, энергия дейді ғой. Яғни энергияның көзі бітеліп қалған. Неге? Өйткені танымайды қуат. Осы қуатпен танысаңыздар, энергия қалпына келеді. Өйткені ол жаралыстың басында жатыр. Енді абай кетті. Оны біртіп қойды. Оны оғалыңыздар ма? Кетті абай. Енді ең қызық енді басталады. Қозғалмаса көшпейді. Сонда көшу үшін не істеу керек екен? Қозғалу керек. Біздер ауылда жүргенде бір балалар болады. Екінші сыныпқа көшпей қалады. Сенде айтып естедіңіздер ме? Ол көшпей қалды. Неге? Өйткені қозғалыс жоқ. Қозғалмаса көшпейді. Көшпеген нәрсе өспейді. Ана. Бәрін біліп отырсың өзіңіз. Сен адам не келді? Қозғалмаса көшпейді, көшпеген нәрсе өспейді. Енді арғай, өспеген нәрсе не дейді? Өнбейді. Өспейді. Жоқ, сіздер мен шатастырмадыңыз. Семинарда қандай? Яғни шыққан ойдады. Өспеген нәрсе өзгермес. Өспеген нәрсе өзгермес. Түрден түрге ол түспейді дейді. Түрден түрге ол түспейді. Яғни түр деген не дейді? Көрдіңіз бе? Өспеген нәрсе өспейді. Түрден түрге ол түспейді. Енді оны бір түрден екінші түрге түсіріп отқан нәрсенің аты не тағы да? Қозғалыс. Қозғалыс түрлеп жаратқан. Сонда қараңыздар. Қозғалмаған нәрсе көшпейді, көшпеген нәрсе өспейді, өспеген нәрсе өзгермес, түрден түрге ол түспейді.
қозғалыс түріліп жатқан. Тағы да аяғында немен аяқтадық? Қозғалыспен. Енді қараңыздар, бұны сізге түсіндіріп кетейін. Үшіншісі енді, бұны үшіншісі содан кейін бір нақты түсіндіреміз. Үшіншісі айтады. Сол қозғаған қуат не дейміз? Қозғаған қуат не дейміз біз? Қозғаған қуат, не yok. Не салып жүрместер енді? Мен айттым балалар кімді айтып тұрмын деп қошасың. Енді қараңыздар. Қозғаған қуат кім? Қозғаған қуат не? Жан дейміз. Жан дейміз. Яғни жан деген не? Құдай. Құдай. Жан деген Құдай. Үлкен жан. Құдай үлкен жан ғой. Сол жанның біз бір тамшысымыз. Сонда сен адамға жаным дегенде, жаным дейсің ғой. Құдайым деген сөзге келетін сөз ғой. Құдайым көп дұрыс болған. Жоқ, айту ғой. Өйткені сенің жаның Құдайдың жанынан жаратылған сөз. Сен жаныңды табылған кезде ғана Құдайды танисың. Сонда сен жаным деп, қазақ деген жаным дейді. Сонда әрбір қазақты өзінің Құдайдай сыйлайтын сол. Неге? Өйткені оның жаны Құдайдан жаратылған. Түсінесіз бе? Burada айтып отыр. Қозғаған қуат жан дейміз. Енді қараңыздар. Жан өсті, жаннан сан дейміз. Сан. Сан деген не сөз? Сан деген не сөз? Сан деп не сөз? Көп деген мағына. Көп. Сан. Сөз бе? Сан деген көп. Мыңдаған, миллиардтаған жандар мына жаннан. Көрді ме? Жан өсті, жаннан сан дейміз. Сан. Сөз бе? Иә. Сонда қараңыздар. Қайда? Үшіншіге келейік қазір. Қозғаған қуат жан дейміз. Жан өсті, жаннан сан дейміз. Сан деген көп деген сөз. Енді сол жан әсер қылған соң, жаңағыда сансыз тән дейміз. Түсінесіз бе? Егер сенің жаның болмағанда тәнің де болмас еді. Яғни біздің тәніміздің бүйтіп қалқайып тұрғаны іштегі жанға байланысты. Сондықтан жаны тазарған адамның тәні де тазара бастайды. Нашқор атамыздың денесі неге шірімеді? Ал жаны кір адамның тәні де сасып тұрады. Өлмей тұрып сасып кетеді. Қазақ айтады, сасықпайды. Қандай? Жаны кір емес, кір сасықпайды. Жаман ойлайды. Ана энергияны тоқтатып тастаған. Энергия циркуляция жүрмейді. Ал қазақ не дейді? Ағын су арам болмас. Энергия ағып тұрып қой. Тұйық су түлен туады. Түлен деген не? Шайтан. Ой, бәрекелді. Бәрекелді. Міне сонда қарасыздар, сонда біздің жанымыз бен тәніміз сөз. Сонда біздің жанымыз өте не екен? Бірінші, бізде материализм не деді? Материализм айтты. Тән бірінші. Тән пайда болғаннан кейін ғана жан пайда болған дейді. Тәнмен бірге жан да жоғалады дейді. Сөйтіп айтты ғой, Шәкәрім не дейді сонда? Ғылым деп боқты жегізді. Тәнсіз жан жоқ дегізді. Ғылым деп боқты жегізді, тәнсіз жан жоқ дегізді. Сосын айтады ғой. Пайдасыз пәнмен дейді. Бүркемелеп, тапқызбай ойды негізді. Біз міне, Совет үкіметі ыдырағаннан кейін өз негізімізге оралып отырмыз. Ал біздің негізіміз тән емес, жан ғой. Міне, сол негізімізге келіп жатырмыз. Қазақтың жаны
ақырындап тіріліп келе жатыр, байқайсыздар ма? Ал бүкіл күш қуат жанында тұр. Міне сондайда жан өсті саннан жан өсті жаннан сан дейміз. Сол жандар әсер берген соң жаралғыс сансыз тән дейміз. Сонда негізгі тәннің жаралғысы неден екен? Жандан екен ғой. Жан нені жаратты? Тән. Сонда негізінен жан тәнге не болу керек? Қожа болу керек қой. Бізде керісінше болып тұр ғой. Бізде тән қожа болып тұр ғой қазір. Проблема қандай көрді? Сондықтан қуаттың көзі бітеліп қалған. Неге? Керісінше болып тұр. Яғни біз жаратылыстың логикасын бұзып тұрмыз. Жаратылыстың логикасына қайшы шығып тұрмыз. Енді ең соңғы сөйлем не дейді? Ең соңғы сөйлем не дейді? Жанына қарай тән солады. Жанына қарай тән солады. Bunu қалай түсінеміз? Жаны бас болса, тәні бастан. Жаны болса, тәні. Жоқ, өлген кезде. Өлген кезде. Адам өледі ғой. Адам өлген кезде, адам өлмейді, тән өледі. Тән өлгенде жан шықты. Жан шықты деді ғой. Жан шығып біткеннен кейін, 3 күннен кейін тәнім сасия бастайды. Дене, сасия бастайды. Байқайсыздар ма? Жанына қарай тән солады. Енді қараңыздар. Өсімдік. Өсімдікте жан бар, Өсімдік қыста келген кезде жан қайда кетеді? Өсімдіктің жаны қайда кетеді? Тамырға кетеді. Күн жылаған кезде қайтадан көтеріледі. Яғни үнемі жан өзін тағады. Ол өсімдіктің жаны қайда кетті? Тамырында тұр, күтіп тұр. Неге? Өйткені күн адам, анық жер адам. Күн адам жерді боғаз болған дейді. Шәкәрбай дейді. Күн адам дейді. Жер анамыз біз айтамыз ғой. Енді біз жер анамыз дейді, күнді шықсын айтпаймыз. Неге өйткені біз ойлап, сонда біз қалай? Тоқалдан туып па, немедегі күлге аулап туды ғой, сонда бізді жатқыз. Егер жер ана болғанын ата болу керек. Сол Шәкәрбай айтып отыр ашық. Күн анық күн адам, жер анам. Күн адам жерді боғаз болған. Туамыз, өсеміз, соламыз, қайтадан жер әрі анам, әрі болам, туға ешбір тоймаған. Бір бөлігі қанның бауырдан, яғни бала жасалатын сұйықтық жасалады, бұнда әйелдің төсіне қарай кетеді, бала. Сонда Маш Жүсіп атамыз айтады. Әйелдің махаббаты балаға төсінен, еркектің балаға махаббаты тірліктен төмен дейді. Бала кімді жақсы көреді дейді? Әйелді жақсы көреді. Анасын жақсы көреді. Неге? Өйткені махаббат қай жерден? Төсінен. Қанмен келіп тұр. Қандық ақпарат келіп тұр. Төсінен, түсіз бе? Сондықтан әкесі 1000 жылдан ғалым болса, әйел адам болса, балаға өкседі. Точно ма? Точно. Сонда ақылды білмей алып. Өйткені ол бала кімді сүйсе, соған ұсақ көседі дейді. А бала кімді сүйеді? Әрине анасын сүйеді. Өйткені оның махаббаты төсінен, кеудесінен, мына жерден келіп тұр ғой бұны. Ал еркектікте тірліктен төмен қалады. Еврейлер мамасынан ұсыл болады, фамилиясын ұсыл. Дұрыс па не олар? Жоқ, қате олар. Біздікі дұрыс. Енді қараңыздар. Қан бір бөлігі бауырға кетіп бала жасайды. Енді бір бөлігі тап қосаған жүрекке барады. Дұрыс па? Жүрекке барып тұрып қалған қанды жан дейміз. Енді жүрек қайнатады ғой. Жүрек қайнатқан кезде бұл миға барады екен. Оны ой дейді.
Егер сенің қаның таза болмаса, жаман ой содан пайда болады. Сол жаңағы шайтан деген сол сенің жаман ойың дейді, түсінесіз ба? Ол шайтан деген жігіттер дейді. Ойламаңдар, ол бейт бүрге сияқты дене кіріп кетеді. Ол сенің бұзылған қаның, түсінесіз ба? Бұзылған қан жүрекке барады, оны жүрек қайнатып, миға барып, жаман ойға айналады. Сонда қазақ қашан бұзылды? Қашан бұзылды? Қашан бұзылды қазақ? Сұлтанмахмұт. Абай кезі, Абайдың трагедиясы неге? Абайдың трагедиясы ол қазақтың бұзылған кезі. Ондай мысалы қайын бұқарда жоқ. Сіз бе? Доспамбетте жоқ ондай. Абайда ғана. Неге? Абай қазақтың бұзылған кезінде. Абай қазақтың қанының бұзылған кезінде не келіп түсіп сорап тұр осы сіз бе? Абайда. Сонда Сұлтанмахмұт сұңғыла ғой. Сұңғыла Сұлтанмахмұт. Абай кезі қазақтың бұзылған. Қаралыққа айналып қысылған. Қазір сіз айтады, қазақтар андай, ол бұндай болмаған ғой. Қаны таза болды қазақтың. Қазақтың қаны бұзылды ғой. Қазір не істеп жатырмыз? Қандай қазақтың жатырмыз? Ол өзі қаны таза болды, сақтыста жүріп отыр. Рас па? Еркін ой керек. Міне, шықты. Еркіндік қайда? Еркіндік не үшін керек? Еркіндік ақылдың шарты. Ақылға еркін ой керек. Матаудан ойды азат қылды. Яғни бізде ақылда еркіндік жоқ. Бізде ылғи клише. Болмайды. Ойлау болмайды, істеу болмайды. Тыйым, шектеу. Рас па? Біз баланы қалай өстіреміз? Болмайды. Сонда қараңыздар. Бала 0-ден 5-ке дейін патша. Яғни еркіндік дәуірі. Енді қараңыздар, енді әр дәуірдің өзінің мөлшері бар ғой. Аяқталды, кезеңі бар, дұрыс па? Бала 2-ге келеді, 5-ке келеді. 5-тен 12-ге дейін дейді, оны дейді. Ғытақ деген жұлдыз құшағына артын. Ғытақ. Яғни не? Ғылым білімнің жұлдызы. Ғытақ. Орысшасы Юпитер. Юпитер грек мифологиясында құдайлардың құдайы дейді. Сол ғылым білімнің жұлдызы Юпитер. Міне осы кезде баланы не істеу керек? Ұру керек емес. Қолдай, ғылым білімнің кірді ғой енді. Ғылым білімнің жолында қолдай жұтса дейді. Сол қол деген кезде қараш, бірден жаман ойлайсыз. Қол дейді, яғни қол деген не? Ғылым білімнің қолына айналды дейді, көрсіз бе? Яғни, как айтады галера деген бар, галераны. Бибас фильм көрдіңіздер ме? Всем нужно опора, так жүреді. Қолдарды ғой дейсің. Сол, как раб на галере баланы ғылымның жолына салып жүрсіз бе? Сіздер жұмсайды. Жоқ, ол өйткені кірді ғой. Міне ол ғылым білімнің жұлдыздың құшағына кірді. Көрсіз бе? 12-ге дейін. Өмір бар, бәрі де мас. Бір рәуішті, рәуіш деген одинаковый деген сөз. Бір рәуішті болады шалмен жас. Ең керекті деген ортаншы өмір. Түгел қолын жетпейтін бір жан қаласы. Қап өткізбе осы кездің бір сағат. Өкініші қалмайды кетсе ағатын. Күні түні дей көрме ғылым ізде. Қалсын десең артында адам атын. Өмірдің басы бала, ортасы адам. Өмірдің басы бала, ортасы адам. Қартайып шал болған соң кетті шама. Мақтап жүрген өмірің осы болса, шуақ ауыз өлеңмен болып тамам. Жатарым.